Қайырлы кеш достар, бүгінгі біздің 4-ші сабаққа қош келіпсіздер. Алдыңғы сабақтарда сіз ағылшын тіліндегі жалпы өмірлік мақсаттарыңыз, ағылшын тіліндегі мақсаттарыңызды қалай анықтау, оның жолдары қандай, ағылшын тілін үйренуге бағытталған 10 тәсіл және сізге көмектесетін бағдарламалар мен қосымшалар жөнінде сөйлескен болатынбыз. Сізге берілген тапсырмаларды практикалық үй жұмысын орындадыңыз, сіз бізбен бірге дамып келе жатырсыз деген үміттемін. Бүгін біз 4-ші сабаққа, негізгі сабағымызға, қорытынды сабағымызға келіп жеттік. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тіліндегі сөздік қорымызды қалай көбейтуге болады, оның нақты 5 жол жайында сөйлесетін боламыз. Бұл видеоның соңына дейін қарап шығыңыз, себебі бұл видеоның соңында сізге өте жақсы жаңалығымыз болады. Олай болса, кеттік. Өз ойыңызды тиянақты жеткізу үшін сізге сөздердің өте маңызды екені белгілі. Сіз қаншалықты көп сөз білетін болсаңыз, соншалықты сіз өз ойыңызды кеңірек жеткізуіңізге мүмкіндік аласыз. Ағылшын тілінде кез келген тақырыпта еркін сөйлеу үшін сізге шамамен 3000-4000 сөздің көлеміндегі сөздік қор қажет. Бұл әлемдік ағылшын тілін деңгейге бөлу мәселесінде upper intermediate деңгейінің сөздеріне сәйкес келеді. Яғни upper intermediate деңгейіндегі студенттер 4000 сөзге дейінгі сөздік қорға ие болуы тиіс. Енді осы сөздерді қалай үйрену керек деген мәселеге тоқталмастан бұрын сіздерге әлқисса, яғни кіріспе жасап өтейін. Жалпы сөзді қорды көбейту ол мидың есте сақтау қабілетімен тікелей байланысты. Биология сабағында өткендеріңізде 7-8 сыныпта ми өзі шашыранды және зейінді ойлана алады. Шашыранды ойлау дегеніңіз ол сіздің миыңызға ешқандай күш түспейді. Мүмкін сіз кино көріп отырасыз, мүмкін сіз көшеде серуендеп жүресіз, мүмкін тіпті ұйықтап жатасыз. Ал зейінді ойлау дегеніміз ол сіздің мүмкін сіз экзаменге дайындалып отырған шығарсыз, мүмкін кітап оқып отырған шығарсыз. Сол кезде оның ішіндегі ақпаратты нақты, оның ішіндегі ақпаратты түсіну үшін сіз миыңызды барынша жұмыс істетуге тырысасыз. Сол кезде миыңыз зейінді ойлай бастайды. Бұны не үшін айтып отырмын? Себебі есте сақтау қабілетіңізді жақсарту үшін, сөздік қорыңыз көп болу үшін біз осы екі қасиетін, мидың ойлау қасиетін жақсы қолдана алуымыз керек. Мысалы, сіз бір күнде өзіңізге 20 сөз жаттаймын деген алдыңызға мақсат қойдыңыз. Сол кезде сіз 20 сөзді жарты сағат бойы немесе 20 минут бойы тек бүкіл зейініңізді соған салу арқылы ойлап, жаттап, есіңізге сақтауға тырысасыз. Одан кейін 10 минутқа немесе 15 минутқа өзіңізге үзіліс жариялап, шашыранды ойлауға кірісесіз. Біріншісінде сіз жаттаған кезде миыңыз зейінді ойланды, енді шашыран ойлана бастайды. Неге бұлай жасаймыз? Себебі, қайтадан биология сабағына оралған кезде мидың ішінде ұзын нейрондар және қысқа нейрондар бар. Ұзын нейрондарыңыз ол аксондар, қысқа нейрондарыңыз ол дендриттер. Терминологияға кіріп кетті демеңіздер, бірақ түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді сіз зейінді ойланған кезде миыңыздағы ұзын таяқшаларыңыз, аксондарыңыз нейрондармен бірге байланысады. Жаңа байланыс түзеді. Ол жаңа байланыс түзіледі. Сол жаңа байланыстың ортасында импульс жүру үшін, оларды қолдану үшін енді біз шашыран ойлануымыз керек. Сол екеуінің комбинациясының арқасында сіз жаңа информацияны есіңізде сақтап қаласыз. Ал есте сақтау ол сіз өзіңіз қабылдаған информацияны, яғни ақпаратты өзіңізге керек жағдайда кез келген уақытта қайта жаңғырта алу қабілеті болып табылады. Осыны естен шығармаймыз. Бұны біз бүкіл біздің 5 жолымызды қамтыған кезде толығымен қолданатын боламыз. Тамаша, енді біз ағылшын тіліндегі сөздік қорымызды көбейтудің бірінші тәсіліне келіп тоқтайық. Бірінші тәсілі ол өз-өзіңнен сұра деп аталады. Яғни, сіз айналаңыздағы тұрған, немесе үйіңізде отқанда, сыртта жүргенде, сыныпта отырған кезде айналаңыздағы бүкіл заттардың ағылшын тіліндегі мағынасын, аудармасын білесіз ба деп өзіңізден сұрайсыз. Мүмкін қасыңызда сізде ручка тұрған шығар. Пен, білесіз, тамаша. Қабырға тұрған шығар, wall, білесіз, тамаша. Төбе, мысалға. Төбені білмейтін болсаңыз, оны сөздіктен қарап, аудармасын, айтылымын жаттап, өзіңізге жазып алыңыз. Сол кезде сіз күнделікті өзіңіздің өміріңізде қайталанатын жерлер, немесе орындар, немесе ситуацияларға байланысты сөздерді тезірек, көбірек жаттауға мүмкіндік аласыз. Сондықтан әрқашанда ағылшын тіліндегі сөздерді жақсырақ есіңізде сақтау үшін осы тәсіл өте сіздерге көмегін тигізеді деген ойлаймын. Себебі оны мен өзім де қолданып келе жатқан жайым бар. Өте жақсы. Енді екінші тәсіл. Екінші тәсіл ол карточкалар.
Көп адамдар карточкалардың маңызын түсіне бермейді. Карточкалар ол адамдардың сөз жаттау мәселесіне келгенде өте пайдалы құрал болып табылады. Карточкалар жасаудың екі түрі бар. Біріншісі электронды карточкалар, екіншісі кәдімгі қолға ұстай алатын қағаз карточкалар. Электронды карточкалар жасағанда сіз Quizlet бағдарламасын қолдансаңыз болады. Ол iOS-қа да, ол Play Market'те де бар, яғни Apple Store'да да Play Market'те де бар. Ол сіздің сөздердің аудармасы мен оның мағынасын жазып алатын мүмкіндік береді. Кез келген уақытта өзіңіздің смартфоныңыздың ішінде оны қарап сөздерді қайталауға мүмкіндік аласыз. Ал енді қағаз карточкаларға келген кезде сіз мынандай нәрселерді ескеріңіз. Қағаз карточкалар жасаған кезде оларды түске бөліңіз. Бір тақырыпты бір түс қылып алыңыз. Мүмкін ресторанды сары қылып аласыз, денсаулыққа байланысты сөздерді жасыл қылып аласыз, отбасыға байланысты сөздерді қызыл қылып аласыз деген сияқты. Сіз осы карточкалардың бір бетіне сөзді, екінші бетіне аудармасын жазған кезде, ол сіздің түстеріңіздің де сізге белгілі бір ассоциация, мнемотехника деген нәрсені айтып өтті ғой, Қасым ағаларыңыз өткен сабақта. Сол сөздерді осы мнемотехника мәселесі, түстер, карточкалар өте жақсы сізге көмек береді деген ойдамын. Үшінші тәсілі ол интеллектуалды карта. Ағылшынша айтқан кезде mind map. Mind map деген не? Қазақша айтқан кезде оны шежіре деп айтсақ болады. Себебі шежірені біз жоғарыдан төменге қарай тарқататын болсақ, mind mapті сіз кез келген бағытта тарқата бересіз. Яғни бір ұғымға байланысты бірнеше нәрселерді шығара берсеңіз болады. Мысалға, сіз отбасы немесе үй деген mind map'тің ортасына бір сөз жазасыз, үйдің ішіндегі бөлмелерден сіз жатын бөлмесі, ванна, қонақ бөлмесі, ұйықтайтын бөлме деген сияқты бөлмелерге бөлу арқылы оның ішіндегі сөздерді олардан шығару арқылы сіз ойыңызда олардың қай жерде қайсысы екенін жинақтасаңыз болады. Осыған жарқын мысал есебінде мынандай мәселені келтіргім келіп тұр. Үлкен бір складты қойманы көзіңіздің алдына елестетіңіз. Сіз егер сол қойманың қай заттың қай жерде тұрғанын білмейтін болсаңыз, бір затты табу үшін сізге өте ұзақ уақыт керек. Оған керісесіз деп ойлаймын. Ал егер қоймашы қай заттың қай жерде екенін білетін болса, оның орнын белгілеп қоятын болса, өзіне журнал ішіне жазып қоятын болса, сонда ол тауып алу өте оңай. Миыңызда тура сондай қойма. Сіз өзіңізге керек сөзді уақытында тезірек тауып алу үшін ол сөздің қай жерде қалай орналасқанын білуіңіз керек. Ал mind map мен жүйелі түрде орналасуын қамтамасыз ете алады. Сіз жаңағы қоймашы өзінің заттарының қай жерде тұрғанын білетін қоймашы сияқты, сізде өзіңізге керек кезде кез келген сөзді өте оңай есіңізге түсіруге мүмкіндік береді. Сондықтан mind map сізге өте пайдалы құрал есебінде пайдалансаңыз болады. Төртінші жол ол сөйлем құрастыру. Сөйлем құрастырған кезде қорықпаңыз, сіз сөйлемдерді жазайын деп жатқан жоқсыз. Жазсаңыз тіпті жақсы, жазбасаңыз ойша сөйлем құрастыру мәселесі. Мысалға сізде door деген сөз бар. Мен әдейі бүгін жеңіл мысалдарды беріп тұрмын, сіздерге түсінікті болу үшін. Door ол есік. Сіз бұл сөзді бірінші рет көріп тұрсыз. Енді осы есік деген сөзбен сіз бірнеше сөйлем құрастырып көріңіз. 10, 20, 30 ойыңызда. Сол кезде сізде ойыңызда неше түрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Мен бұл сөзді былай қолдана аламын ба, мына контекстке келе ме деген сияқты. Сол кезде сол сұрақтарыңызға өзіңіз жауап іздеу арқылы ол сөздің миыңызда көбірек есте қалуына әсер етеді. Сондықтан сөйлем құрастырудан жалықпаңыз. Жазсаңыз өте жақсы, ал ойша құрастыратын болсаңыз, ол да жаман емес. Мысалға, сіз ағылшын тілінде көп сөзді білмеуіңіз мүмкін. Сіз door'ды бірінші жаңа көріп тұрғандықтан, мүмкін сіз бастапқы деңгейде шығарсыз. Сөйлем құрастырған кезде, сөйлемнің door'дан басқа қалған бөлігін өз ана тіліңізде айта беріңіз. Мысалға, мен door'ды көріп тұрмын. Мына door өте үлкен. Біз кеше 70.000 теңгеге door сатып алдық деп айта беріңіз, проблема жоқ. Ең басты сізге осы door деген сөзді қолдану. Сол кезде ғана ол сіздің ойыңыздан ешқашан шықпайтын болады. Сондықтан жеңілдете беріңіз, ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Бесіншісі ол ағылшын тіліндегі сөздіктерді қолдану. Жоғарыда атап өткеніндей, 4000 сөзді білетін болсаңыз, сіз кез келген тақырыпта сөйлесе алуға мүмкіндігіңіз болады. Енді осы 3000-4000 сөзді қайдан аламыз, қалай жинақтаймыз деген сұраққа келіп тоқтаған кезде біз арнайы сөздіктер бар. Ол Oxford 3000 British Dictionary. Ол британдық ағылшын тіліне байланысты. Немесе сізде Oxford 3000 American Dictionary деген сияқты ағылшын тілінің американдық немесе британдық варианттарына байланысты ең көп қолданылатын 3000 сөздің жиынтығын бір
сөздікте берілген. Сол сөздерді күнделікті жоғарыда көрсетілген жолдар арқылы қарап жаттайтын болсаңыз, онда сізге артық сөздердің керегі жоқ. Сіз ең негізгі сөздерді біліп алғаннан кейін барып, кез келген тақырыпта сөйлесе берсеңіз болады. Ең соңғысы, бұл сіздерге қосымша есебінде бергім келіп тұр. Кейбір адамдарға бұл өте қатты көмектесуі мүмкін. Әр адам әртүрлі қабылдайды. Бір адамдар вербалды түрде қабылдайды, яғни көрген нәрсесін ғана жақсы қабылдауы мүмкін. Бір адамдар оны есту арқылы қабылдайды. Бір адамдар кинестеттер, яғни олар кез келген нәрсені ұстап көру керек, оны сезініп көру керек. Бірақ сонда да бұл әдіс сізге пайда беруі мүмкін. Ол қандай әдіс? Қайталау. Қайталау дегенде қалай? Мысалға, сізге бір сөзді жаттауы керек. Ол сөзді жаттау үшін сіз сол сөзді 2 минут бойы тоқтамай қайталайсыз. Сол кезде бұл сөз сіздің ойыңызда қалуы мүмкіндігі артады. Бұған компьютерді мысал есебіне алып қарасаңыз болады. Ол оперативті жады болады және хард дискісі болады. Оперативті жад ол уақытша ғана есте сақтайтын нәрсе. Ол бір уақытта бірнеше бағдарламаны айналдырып, сонымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Одан кейін барып, ол бағдарламаны жапқаннан кейін барып, оларды шығарып тастайды. Ал хард дискіңіз, ол тұрақты жадыңыз, ол сізде ешқашан ішінен шықпайды. Енді қараңыз, оперативті жадыңыздың ішінде жаңағы сөзді қайталайсыз. Оперативті жадтың ішінде қайта қайталанған сөзді бұл бұған керек екен деп ойлап түсінеді және оны тұрақты жадқа, хард дисктің ішіне өткізеді. Сол хард дисктің ішіне кірген сөз ешқашан одан қайтып шығып кетпейді. Себебі ол оперативті жадтан тұрақты жадқа өткен болатын. Сондықтан бұл тәсілде сізге өз пайдасын беруі мүмкін. Тамаша, бұл берілген 5 тәсіл сізге кез келген тілдегі сөздік қорыңызды жақсартуға, көбейтуге мүмкіндігін береді, сізге көмектеседі деген сенімдемін. Жалпылама айтқан кезде 4 күн бойы біз сіздерге барынша көмектесуге, барынша сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісуге және оны практикаға енгізуге тырысқан болатынбыз. Сіз біздердің видеоларды көріп, кейбіреулеріңіз үй жұмысын орындадыңыз, кейбіреулеріңіз мүмкін орындамаған шығарсыз. Біздің негізгі ой сіздердің осы берілген мәселелерді практикаға енгізу. Себебі, егер сіз естіген нәрсеңізді, көрген нәрсеңізді практикаға енгізбейтін болсаңыз, ол сіздің есіңізден бірден шығып кететін болады. Мысал келтірейін. Адам кез келген өзіне келген ақпаратты 5 түрлі сатыдан өткізеді. Оны алдымен адам естиді немесе көреді, оны түсінеді, оны оған сенеді, одан кейін қабылдайды, соңында ол оған білім есебінде қалыптасады. Бірақ көп жағдайда адамдар естіген, түсінген, көрген, сенген нәрселерін практикаға енгізген кезде мүлде басқаша болуы мүмкін. Сондықтан практика мәселесі өте маңызды. Мысал келтірейін. Сіз өте құрметтейтін, сіз білімді деп ойлайтын, интеллектуалдық жағынан өте жақсы дамыған бір кісі сізге былай айтуы мүмкін. Христофор Колумб Американы 1469 жылы ашты деп айтады. Сіз оны естідіңіз, сіз оны түсіндіңіз, соған сендіңіз, қабылдадыңыз және оны білім деп ойлайсыз. Бір күні сіз сондай бір жарысқа барыңыз мүмкін. Жарысқа барған кезде ең соңында финалда сіз бірдей тең болып қалдыңыз. Ең соңғы шешуші сұрақ қояды. Сол кезде Христофор Колумб Американы қай жылы ашты деген сұрақ болуы мүмкін. Сол кезде сіз мен айтамын деуіңіз мүмкін. Ал сіз айтыңыз деген кезде сіз 1469 жыл деп айтасыз. Ал дұрыс жауабы Христофор Колумб Американы 1492 жыл ашты. Сонда қараңыз, сіз өзіңіздің беделді, өзіңіз сыйлайтын, құрметтейтін, ақылды деп ойлаған адамыңыздың өзі сізге қате информация, қате ақпарат беруі мүмкін. Кез келген нәрсенің дұрыс немесе бұрыс, керек немесе керек емес, оның нақты білім болатынын тексеру үшін сіз оны ол жерде тек қана практика жасайсыз. Сондықтан біздің айтқан мәселелерді тек қана естіп қоймаңыз, тек қана көріп қоймаңыз, оларды өмірге практикаға енгізіңіз. Біздің ағылшын тілін үйрететін Алматы қаласындағы орталығымызда, онлайн курстарымызда дәл осы философияға негізделген. Біз берген нәрсеміздің барлығы байқасаңыздар 4 күннің ішінде сізге қысқа мәлімет бердік. Видеоларымыздың барлығы ұзақ емес, 1 сағатқа, 2 сағатқа созып жатқан жоқпыз, бірақ олар өте жүйелі. Сол жүйелі нәрсемізді біз практикаға негіздеп отырмыз. Соның арқасында сіз ағылшын тілін үйренуіңіз өте жеңілдейді. Сонымен көптен күткен сәтімізге де келіп жеттік. Барлықтарыңызды қаңтар айының 6 күні басталатын JTED ағылшын тілі орталығының негізгі онлайн курсына тіркеуді ашық деп жариялаймыз. Біз Қазақстанда қазақ тілді аудиторияға теңдесі жоқ ағылшын тілінің курс жасап шығардық. Мүмкін сіздер 5 күндік марафон, 10 күндік интенсив сияқты нәрселерді көріп жүрген шығарсыз. Біздің білім өте жүйелі, басынан аяғына шейін сізді өз мақсатыңызға
мақсатыңызға жеткізуге көмектеседі. Небәрі бір айдың ішінде 32 бір-біріне байланысты жүйелі түрде берілген сабақтарды көру арқылы, үй жұмысын орындау арқылы өзіңіздің ағылшын тілін деңгейіңізді көтерсеңіз болады. Сіздерге дейін біздің ағылшын тілі орталығында 3 жілік білім алып, өз ағылшын тілін көтерген болады. Қыркүйек айынан бері бізде 200-ге жуық адам ағылшын тілін онлайн үйренді. Енді онлайн курсымыздың мазмұнына тоқталайық. Әрбір деңгей сізде 32 сабақтан тұрады. Оның ішінде 28-і практикалық сабақ, 3 сабағы тест және 1 сабағы сізде экзамен болатын болады. Әр деңгейде, әр сабақта сіз оқылым, жазу, сөйлеу, тыңдау дағдыларыңызды дамытатын боласыз. Онымен қоса фильмдерді, мультфильмдерді, әртүрлі музыкаларды бірге талдайтын болыңыз. Бұл сіздің ағылшын тіліндегі қабілеттеріңізді барынша жылдам, барынша тиімді түрде дамытуға өз септігін тигізетін болады. Біздің сабақтар сіздер мүмкін көріп жүрген WhatsApp немесе Telegram әлеуметтік желілері арқылы рассылка әсерінде жіберілмейді. Сізге толыққанды платформаға кіріп, сонда өз біліміңізді жетілдіруге мүмкіндігіңіз бар. Яғни сізге логин, пароль жіберіліп, әлемнің кез келген нүктесінде, кез келген уақытта сізге ыңғайлы жерде отырып, ағылшын тілін үйренуге мүмкіндік жасауға тырыстық. Сізге керегі тек қана телефон мен интернет қана. Оның үстіне біздің әр сабағымыз адамдардың психологиялық және миының қабылдау ерекшеліктеріне байланысты жасалған болады. Біз бұл курста ағылшын тілін басынан бастағысы келетін жасөспірімдерден бастап қартайған қарияға дейінгі адамдарды оқытқымыз келеді. Бұл бізде elementary деңгейі. Одан кейінгі pre-intermediate деңгейіне де тура осы жас шамасындағы адамдар келіп бізге білімін арттырса болады. Яғни біз қазіргі кезде elementary және pre-intermediate деңгейіне студенттер қабылдап жатырмыз. Сондықтан, егер сіз осы деңгейде, осы жас аралығында болатын болсаңыз, онда міндетті түрде сізді күтеміз. Енді курсымыздың бағасы жөнінде. Біздің толық курсымыз 32 сабағымызға сіз небәрі 10 мың теңге көлемінде төлем жасайсыз. Сонда бір сабағыңыз сізге небәрі 357 теңгеге ғана түседі. Бұл біздің курсымыздың құнының 10%-ына жетпейді. Бірақ сіздерге қолжетімді болу үшін біз осындай өте төмен бағаны ұсынып отырмыз. Сонымен қоса алғашқы тіркелген 50 адамымызға тамаша сыйлықтарымыз бар. Оның біріншісі біз ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 100 сөздің тізімін беретін боламыз. Екіншісі, сіз 50 адамның ішіне кіретін болсаңыз, онда бағалы сыйлықтардың ұтысына қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қоса алдыңғы сабақта біз бонустар жайында айтқан болатынбыз. Егер сіз бастапқы деңгейден оқитын болсаңыз, сізге 4 сабақтан тұратын базалық курсымызды тегін беретін боламыз. Қорыта айтқанда, біздің марафонға қатысу барысында, біздің сабақтарымызды көру барысында сіз өз мақсаттарыңызды анықтадыңыз. Ағылшын тіліңіз сізге қаншалықты керек екенін, қаншалықты болашақта сіз оны қолданатыныңызды, сіз оның пайдасын түсіндіңіз деп ойлаймыз. Қазір нақты мақсатыңыз бар. Мүмкін сіз келешекте шетелде білім алғыңыз келеді, магистратураға түскіңіз келеді, немесе жалақысы жоғары жерде жұмыс жасағыңыз келеді, немесе сіз көп саяхаттайсыз және сізге ағылшын тілі өте қажет. Енді тура осы жерде сізде екі таңдау бар. Біріншісі, сол баяғы ертеңге, дүйсенбіге, келесі айға, жаңа жылға қалдыру және соңында ешқандай нәтижеге қол жеткізбеу, өз мақсаттарыңыздан бас тарту. Ал екінші жолы, сіз біздің курсқа жазылып, өзіңіздің ағылшын тілін білу деңгейіңізді жоғарылатып, армандарыңызға, ертеңгі күніңізге, мақсаттарыңызға нақты қадамды бізбен бірге жасау. Ең соңғы айтатын мәселе, біз 25 желтоқсанға дейін, 23-59-ға дейін тіркелген студенттерімізге қосымша 40% жеңілдік жасап жатырмыз. Сонда сіз курсты 10 мың теңгеге емес, небәрі 6 мың теңгеге алуға мүмкіншілігіңіз бар. Біз өз тарапымыздан сізге барынша жағдай жасауға көмектесуге тырыстық. Енді кезек сізде. Мақсаттарға бірге жетейік.